жылғы 2 желтоқсандағы жарлығы бойынша Жұмабаева Гүлзада Қанаткерейқызы Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалімен наградталды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы саясаттың жүзеге асуына және партия міндетінің орындалуына қосқан елеулі үлесіңіз бен жоғары жауапкершілігіңіз үшін алғыс білдіремін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, қызметіңізге табыс тілеймін. Нұр Отан партиясы Ақтөбе облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, облыстық мәслихат депутаты Ербол Данағұлов, Ақтөбе қаласы 2021 жыл. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы әкімдігі, құрметті Гүлайым Жексенбайқызы, сізді армандарыңыздың асқары, бақытымыздың бастауы болған ұлы мереке Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Осындай айтулы күнде ауданымыздың дамуының жолында аянбай еңбек етіп жүргеніңіз үшін сізге шынайы ризашылығымды және алғысымды білдіремін. Мереке қарсаңында деніңізге саулық, шаңырағыңызға шаттық, жақындарыңызға амандық пен мерекелік бірлік тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын деп құрметпен аудан әкімі Шериаз Данов. Қандыағаш қаласы 2021 жыл. Дәрісінде мәтінде құрметті Гүлнар Серікқызы қол соғып қошемет көрсетіп отырайық. Құрмет грамотасы бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу мен сапалы білім беру ісіндегі табысты ұстаздық еңбегі үшін Мұғалжар ауданы нөмір 5 Жем орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Болгарина Мейрамгүл Тұрахановна марапатталады. Төрайым Серікова. Қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Құрметті Жұлдыз Ерсайымқызы, сізді армандарыңыздың асқары, бақытымыздың бастауы болған ұлы мерекеде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналған мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Осынау айтулы күнде ауданымыздың даму жолында аянбай еңбек етіп жүргеніңіз үшін сізге шынайы ризашылығымызды және алғысымды білдіремін. Мереке қарсаңында деніңізге саулық, шаңырағыңызға шаттық, жақындарыңызға амандық пен мерекелі бірлік тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз ғұмырлы болсын. Құрметпен аудан әкімінің орынбасары Қобланди, Қандыағаш қаласы 2021 жыл. Дәрісінде мәтінде алғысқа құрметті Бақытгүл Сағынтайқызы.
Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Гүлбаршын Сұлтанбекқызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Гүлмира Кенжебайқызы марапатталады.